Сәлем қыздар, бүгін біз осындай мастикамен сыртына декор жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен біз торт жасап алсақ, бізге 150 грамм қант, 5 жұмыртқа қажет болады. Екеуін миксерде жақсылап взбивать етіп аламын. Көпіргенге дейін сосын 150 грамм ұн қосып, барлығын жақсылап араластырып алып, печканы 180 градуста қыздырып қоямын. Және 2 кольцо алам, диаметр 15 сантиметрлік, астын термостойкий пленкамен қаптап шықтым. Осының екеуіне бірдей қылып құйып шығамын. Бізде барлығы дайын болды. Менде крем, бұл жерде 200 грамм крем-чиз, 200 грамм сливки және 50 грамм қант. Тортты осылай құрастырып шығам. Сыртындағы ацетатный пленканың көмегімен қаптадым, кремдер ағып кетпеу үшін. Енді бізге ақ мастика қажет болады, силиконовый коврик міндетті түрде, осындай молд қажет, шпатель, осындай краскалар қажет болады, маркер қажет болады, щетка, мастихин, кондурин, пышақ, оқтау және крахмал, және осындай формочка қажет болады. Қыздар, енді мен ақ мастикадан 150 грамм үзіп алдым, осыған сары краситель қосамын, жақсылап мыжғылаймын, біз бұмен сары фигуркалар жасайтын боламыз. Ең алдымен мен сіздерге молдты қалай қолдану керектігін көрсетіп кетсем. Осылай молдты аламыз. Біз бұның жіңішкесін қолданатын боламыз. Мен жай ғана қазір үлкеніне мастиканы қалай тығып шығамыз, соны көрсететін боламын. Егер де мастика қолыңызға жабысып жатса, крахмалмен қолыңызды осылай малып алыңыз. Жай ғана осылай ішіне кіргізіп шығамыз және бастарын тесіп шығамыз. Яғни молдқа жақсы ену керек. Енді біз замогын жасаймыз, замоктың басын. Ол үшін осындай кішкене 2 мастиканы алып, мастихиннің көмегімен тесеміз және шет-шеттерін осылай кесіп шығамыз, замокқа ұқсатып. Енді мен помаданың крышкасын жасайтын болам. Менде бұл жерде 25 грамм мастика. Бұнда жасалу өте оңай. Жай ғана осылай думалатамыз және шет-шеттері түзу болу үшін пышақтың көмегімен кесіп шығамын. Мен қазір 50 грамм ақ мастика алдым, оған розовый красительді қосам. Бұл жерде біз қазір помаданың басын және пудраның басын, тендерді жасайтын боламыз. Барлығын жақсылап осылай мыжғылаймын. Енді помаданың басын жасау үшін мен кішкене бөлшегін қырқып алдым. Бұл жерде 10 грамм болады бізде помаданың басы. Осылай айналдырып, думалатып, түзулеп аламын. Бастарын кесіп тегістеймін. Енді бізде бас жағын помаданың басына ұқсату үшін кесу қажет болады, бірақ оны кесу үшін біз бұл мастиканы кішкене қатыруымыз керекпіз, өйткені ровно кесілмейді қатпаса. Енді мен Dior деген жазуы бар мастиканы торлайтын боламыз. Ол үшін жұқа қылып осылай жайып шығамын және тік төртбұрыш тәрізді кесіп аламын шпательдің көмегімен. Және де біз жазуын бұл мастиканың бетіне кішкене қатқан соң жазатын боламыз. Менде бұл жерде 6 грамм мастика. Енді біз пудраның басын істейтін боламыз, яғни домалақ қылып фигура шығарамыз. Осылай жұқа қылып жайып шығамын, насатканың көмегімен осылай жай ғана кесіп аламын. Қалған мастикамен теннің бір фигурасын шығарып аламын. Енді мен 30 грамм ақ мастикаға 10 грамм розовый мастиканы араластырдым. Бұл жерде біз теннің бір фигурасымен лактың төменгі жағын жасайтын боламыз. Кішкене бөлшекті аламын, оны жайып аламын және насатканың көмегімен басып кесіп аламын. Қолыңызға жабысып жатса, крахмал қолданыңыз. Енді қалған мастикамен мен осылай лактың төп жағын жасайтын боламын. Жақсылап фигурасының шет-шетін барлығын шығарамыз саусақтардың көмегімен. Және бетіне пышақпен кішкене осындай узор жасауға да болады. Енді бізде осы фигурамыз тоңазытқышта тұрып қатты. Енді помаданың басын істеу үшін осылай кесіп аламын. Қатқан кезінде кесіскен бізге ыңғайлы. Осындай бұл помаданың басы шықты бізде. Енді помаданың сыртын жасайтын болсақ, осы қалған сары мастиканы аламыз, оны жұқа қылып жайып шықтым, помаданы қойып, өлшеп алып, кесіп шығам шет-шеттерін. Және осының сыртына орап шығамын. Шетінде артықтар болса, осылай кесіп тастаймыз.
жақсылап сыртын жабыстырып ораймын. Ал астындағы артылып қалғанын осылай жалғастырып жібереміз және қыртыстар пайда болмау үшін саусақтармен тегістейміз. Енді помаданың сыртындағы узорын жасайтын болсақ, жай ғана тік төртбұрыш қылып осылай кесеміз, оны помаданың сыртына ораймын және пышақтың көмегімен осындай сызықтар жүргізіп шығамын. Және түп жағын кесіп тастаймын, өйткені асты түзу болу керек, тұрып тұра алу керек помадамыз. Енді біз фольгадан осындай формочка істеп алдым. Бұл бізде мастиканың формасын соның бетіне қойып қоямыз, сонда тура сондай қылып мастикамыз өзінің формасын ұстайтын болады. Осылай ақ мастика мен кішкене сары мастиканы екеуін бірге араластырып, осындай түс шығарып, біз өзіміздің декорымыздың ручкасын істейміз. Шпательдің көмегімен шет-шеттерін барлығын тегістеп кесіп тастаймын. Және фольганың үстіне осылай орнатамын. Тура осылай тоңазытқышқа қойып қатырсақ, осы формада мастика қатып қалатын болады. Енді бізде келесі фигура, ол щетканың басы болады. Менде мұнда ақ мастика 13 грамм. Оқтаудың көмегімен үстінен басамын және осындай саусақтардың әрекетімен шет-шеттерін тегістеймін. Басын түзулеп кесіп тастаймын. Жақсылап тегістеп болып, пышақтың көмегімен бетіне осындай сызықтар түсіремін. Бізде щеткаға ұқсау үшін. Міне осындай болып шықты бізде. Менде кішкене ақ мастика қалыпты. Мен содан тенінің тағы бір фигурасын жасайтын боламын. Осылай домалатып. Және тағы кішкене мастика аламын, оған көк краситель қосып, тағы да тура осылай насатканың көмегімен кесіп алып, тенінің фигурасын шығарамыз. Бізде тенінің түсі 6 түрлі түс болу қажет. Жаңа көк мастиканы фиолетовыйға бояп, тағы бір түс шығарып аламын. Бұл да тенінің фигурасы болады. Енді кішкене сары мастиканы домалатып алдым. Бұл бізде щетканың ортасындағы фигурасы болады. Енді мен 100 грамм ақ мастика алдым, оған қара краситель қосып, жақсылап біріктіріп, араластырып шығамын. Енді қара мастиканың көмегімен біз тенде жасаймыз, лактың және щетканың бастарын жасап алатын боламыз. Ең алдымен тенде жасайтын болсақ, бізге жай ғана 2-4 бір шығару керек. Осылай шпательдің көмегімен кесіп аламын. Және жаңа шығарған 6 түрлі түсті тенді осының бетіне қойып шығамыз. Егер де жабыспаса, щетканың көмегімен суға батырып жабыстырсаңыздар болады. Енді бізге пудра жасау керек. Бұл бізде пудраның асты болады. Кез келген осындай думалақтың көмегімен кесіп ала бересіздер, еш қиындығы жоқ. Шет-шетін барлығын тегістеп шығамын және пудраның басын осылай жабыстырамын. Енді бұл бізде лактың басы болады. Бұл жерде 10 грамм мастика. Осылай думалатып, басын шығарып алдық және түп жағын тегістеп кесіп тастаймын. Және щетканың да тұтқасын істеу үшін тура осылай думалатып, айналдырып, шет-шеттерін кесіп, тегістеп, осылай жабыстырамыз. Түп жағына су жағып тұрып жабыстырсаңыз, тез жабысады. Қыздар, енді сыртына обтяжка жасайтын мастиканың түсін шығарып алу керек. Бордовый түсті. Ең алдымен мен проба ретінде осыны кішкентай мастикаға бірінші түсін шығарып алам, одан кейін барып үлкеніне көре берем. Мен қызыл краситель менен осындай көк түсті. Менде бұл красительдің аты морская волна деп аталады. Екеуін бірге араластырып алам, жақсылап. Қызыл аз болса қызылды, көк аз болса көкті қосып, бордовый түс шығарып аламын. Егер де осыдан шықса, сосын барып мен үлкен мастикаға тура осылай түсін шығаратын боламын. Енді мастиканың сыртына золотистый сурет салу үшін, жазу үшін мен суменен контуринді араластырып алып, осылай кисточканың көмегімен жазып шықтым. Қыздар, енді біз декорымыздың замогын істеп аламыз. Ол үшін мен молттың жіңішке жағына осылай мастиканы ішіне кіргізіп шығарамын. Мен бастапқы видеоның бас жағында көрсеткен болатын, бірақ ол кезде қалың жағына көрсеткен болатын. Бірақ біз қазір осы жіңішкесін қолданатын боламыз. Осындайдан екеуін шығарамын мен. Енді контуриннің көмегімен ешқандай су қолданбай, сары фигуралардың барлығын бояп шығамыз, сонда золотистый түс шығады. Енді келесі кезекте бізге 100 грамм белый шоколад пенен 50 грамм сары май қажет. Сары май комнатный температурада еріп тұрған болу керек. Ең алдымен белый шоколадты ертіп алам, оған сары майды қосам, сосын барлығын блендермен майдалап аламын. Бұл бізге торттың сыртына обтяжка жасағанға қажет болады. Осымен обтяжка жасасақ, біздің мастикамыз жақсы орнатылады бетіне тегіс болып.
торттың сыртына обтяжка жасап алып тоңазытқышқа жібереміз. Енді менде мұнда мастика 350-400 грамм, түсін тура жаңағы проба ретінде көрсеттім ғой, тура солай түсін шығарып алдым. Кәдімгі қамырға ұқсап жая береміз. Егер де қолыңызға жабысып жатса, крахмал бетіне сеуіп алып жая бересіз. Осылай жайып шығып, тортты тоңазытқыштан аламыз. Сырты қатып қалған болу керек. Осының үстіне біз мастиканы жайып шығамыз. Енді қыздар, мастиканың торттың бетіне енгізген кезінде кішкене шыдам керек, өйткені осының өзін бетіне жайып шыққанға менде 10-12 минут уақыт кетеді. Өйткені қатпарлар пайда болмау керек. Саусақтың көмегімен жайлап сыртын жабыстырып шығамыз. Артықтарын пышақтың көмегімен кесіп тастаймыз. Және мастикаға арналған утюг болады, соның көмегімен де сыртын біртіндеп тегістейміз. Бірден басып тастамаймыз, өйткені қатпарлар пайда болады. Кішкене шыдам керек бұл жерге. Соңына дейін осылай жауып шығамыз. Артықтарын біртіндеп кесіп тастай береміз. Енді бізде қалған мастика менен ұзындығын 45-50 см қалып, осылай 3 лента жасап алу қажет болады. Торттың сыртына декорына бізге қажет болады осы 3 лента. Енді бірінші лентаны астынан жабыстырамыз. Егер де сізде жабыспай жатса, судың көмегіменен астына осылай жағып шығамыз, сонда тез жабысып қалады. Және артықтарын пышақтың көмегімен кесіп тастаймыз. Енді тағы да шет-шеттерін сулап шығамыз да, келесі лентаны жабыстырамын. Барлығын осылай айналдыра жабыстырып шығамын. Енді тура сол лентаның үстінен тағы да сулап шығып, ол жерге біздің осындай замок тәріздес шынжырымызды жабыстырып шығамыз. Негізінде бұндай молдтың замок түрде болады. Мен ондай замок болмағандықтан осындай шынжырды қолдандым. Енді бұның үстінен тағы бір лентаны осылай жабыстырып шығамыз. Егер де тегіс болмаса, жоғары жағы, онда утюгтің көмегімен тегістеп шығамыз. Осымен торттың сырты дайын болды. Енді төбесіне фигуркаларды қоямыз. Фигурканы жабыстыру үшін жай ғана сол жабыстыратын жерді сулаймыз да, фигуркаларды қоя береміз. Ең алдымен мен ручкасын қойдым, одан кейін помадалардың түп жағын сулаймын да, осылай жабыстырып қоя беремін. Келесі кезекте Dior деген жазуы бар, осы мастиканы қоямын да, үстіне жазып шығамын. Бізде мастика қатып қалған, сол себептен жазу оңай. Осылай замоктың бас жақтарын жабыстырып шығам. Одан кейін біздің щеткамызды қойдым. Және тень, лакты барлығын осылай қоя береміз. Осымен қыздар, біздің тортымыз дайын болды.